Қостанай облысында мал шаруашылығы қарқынды дамып келе жатыр. Биыл ірі қара басы 400 мыңнан асты. Сүт өндірісі 6,5%-ға, жұмыртқа 10%-ға артқан. Ірі қара санын алдағы жылдары одан әрі көбейтуге күш салмақ. Аймақтың мал шаруашылығы жайлы әріптесім баяндайды. Топырағы құнарлы шөбі-шегін төрттілікке жайлы Тобыл-Торғай аймағында ата кәсіппен айналысушылар өте көп. Өңірде сүт өндіруге басымдық берілген. Соңғы жылдары 40 миллиард теңгеге 7 заманауи тауарлы сүт фермасы салынды. Нәтижесінде өңдеу кәсіпорындарының жүктемесі артқан. Ввод данных проектов позволил существенно увеличить производство молока в организованных хозяйствах, которое по итогам 2025 года увеличилось на 17%. Производство молока также демонстрирует рост с начала года, она составила 45,2 тысячи тонн, увеличившись на 6,5%. 400 мың бас ірі қараның 40%-ы өнеркәсіптер иелігінде болса, қалған 60%-ы ауылдағы ағайынның малы. Ет бағытында да жұмыстар жалғасып жатыр. Былтыр 7 жоба іске асқан. Аймақ басшысы иелігінде 3000 гектар жері бар кәсіпорындарға мал ұстауда міндеттеп отыр. Агроөнеркәсіп кешеніне инвестиция тарту бойынша жүйелі жұмыс жүргізілсін. Сондай-ақ мал шаруашылығын дамытуға және өнім көлемін арттыруға бағытталған жаңа жобаларды іске асырсын. Алдағы жылдары мал шаруашылығы 5 жылдық кешенді жоспар аясында қарқынды дамиды. Онда жеңілдетілген несие беру, фермерлік шаруашылықтарды қолдау және мал басын көбейту көзделген. Гүлнұр Мұратқызы, Ғабиден Жоқышев, Атамекен бизнес, Қостанай.